сөзімізді бастамас бұрын сіздердің алдарыңызда мынандай ақ парақ қағаз жатыр. Осы ақ парақ қағазға бүгінгі сабаққа деген көңіл күйімізді білдірейік. Қанекей сурет сала алыңыздар. Ал балалар дайынсыз ба? Дайын болсақ, қанекей, мынау өздеріңіздің көңіл күйлеріңіз бұл сабаққа деген қандай? İncir ayta koy. Өлеңдер бар. Жақсы, тамаша отыра ғой, жарайсың. Енді балалар, біз өткен сабақта Абай атамыздың мына күз мезгіліне арнап жазылған өлең өткен болатынбыз, иә? Сұр бұлт, түсі суық қаптайды аспан. Күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, жыл ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Яғни осы өлеңін қазір мәнерлі оқып келіп, және де осы күз мезгіліне байланысты сөздерді теріп жазып, содан кейін сұрақ құрастырып келу керек болған. Яғни қанекей бірінші қазір біз жаңа отырдық қой балалар, өзі осы тақырыпты ары жалғастырып жатырмыз. Сол себептен мына жерде бірінші топ бізге жаз, екінші топ бізге күз, үшінші топ қыс. Қанекей бірінші топ. Сіздердің арасында жас тобы. Қанекей кім оқиды күз өлеңін? Ал оқи ғой Владимир. Сұр болып түсі суық қаптай аспан. Күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойған ма, тоңғаны ма. Жылқы ойнап бие қашқандай жарысқан. Жылып шөп бәйшешек жол борынғадай. Жастар көрмес, жүрмес бала шулай. Құйыршан шал кемпитерді түсі кетті. Жапырығынан айырылған ағаш қурай. Біреу малыма сәпсіде сұлып иін. Саубарынға шыдар жегін. Жас кітірдап жыртылған жамайды ойын. Жақсы, жақсы. Енді Владимир айтамын, теріп жазып алдым. Дымқыл, жасыл, қайырылша, жыртық. Жақсы. Бұл сөздер күз мезгіліне байланысты, иә? Яғни дымқыл дейді. Ал енді балалар осы мәтін бойынша сіздер үйде сұрақ құрастырып келу керек болған. Қандай сұрақ құрастырдық бұл мәтін бойынша? Қанекей, бірнеше сұрақ дайындау керекпін. Кімнің қандай сұрағы бар? Екінші топ Индира. Күзде жапырақтар қандай түске боялады? Жақсы. Күзде жапырақтар қандай түске боялады? Сары түске боялады. Жақсы, тамаша. Жарайсың, отыра ғой. Ал үшінші топ қыз тобы. Қанекей кімнің? Ильнар айта ғой. Күзде жабыне басады, күз болып
туған жерге басқан. Басқан. Тамаша, жарайсың. Отыра ғой. Балалар, біз Абай атамыздың күз өлеңімен таныс болдық. Күз өлеңіне байланысты, яғни біз сөздерді теріп жаздық. Дымқыл деді. Жерді күзге дымқыл мағынаса деген. Жасыл шөп жоқ дейді. Яғни бәйшешек жоқ мұңдай дейді. Яғни жердің барлығы қурай бастайды деген. Қайыршы шалымен бірдей жылтық емейге дейді. Яғни күздің күні дымқылдаған жерді басып, сыз басып, дала суытып, барлығымыз жылы киімізде бастаймыз. Сол себепті де балалар, сіздердің ойларыңызды жинақтай келіп, мен қазір сіздерге жұмбақ жасырмақпын. Бері қараймыз, бірінші, екінші топ. Сұлық жатыр ақ дала, сирек жортқан аң қазан. Көтеріп бір аяғын, қазарың тұр аулада. Бұл қай мезгіл балалар? Бұл қай мезгіл? Қай мезгіл? Иә, дұрыс айтасыздар. Бұл қыс мезгілі. Ендеше олай болатын болса, балалар, қазір дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Келесі біздің бүгінгі өлеңіміз балалар, яғни Абайдың қыс өлеңі. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды. Тамаша, балалар, яғни бүгінгі сабақтың бізге жаңа сөздермен таныс боламыз. Сабақтың жаңа сөздері үскірік, қырау, долдану, кәрі құда, әуес, денелі, әсемпаз, зейінді, көн, әділдік, жирену. Сіздерге мен қазір мына сөздерді таратамын. Сіздер сөздің дәптеріне жазып алыңыздар. Новые слова запишите слова в тетрадь, пожалуйста, какие баллы. Жұмысты жалғастырамыз, сөзді дәптерді ашып жазамыз. Қане, кім жазып болды? Қай топ жазып болды? Жақсы, үшінші топ жазып болған екен. Қанеки, Леша оқи қойшы. Үскірік, лютый мороз, қырау, И долго, но смешно,
Жақсы. Яғни балалар, бұл жерде хором повторяем. Үскірік, лютый мороз, қырау, иней, долдану, взбеситься, кәрі құда, старый сват, Арес любопытный, денелі, здоровый, Асербас кокетливый, Зиндер внимательный, Кон смирись, Адельдер справедливость, Жирену испытать чувства. Да, жақсы. Енді екінші топ, кәнеге қайталаймыз. Үскірік, қорам, үскірік, лютый мороз, қырау, иней, долдану, взбеситься, кәрі құда, старый сват, Арес любопытство, денелі, здоровый, Асембас кокетливый, Зинда внимательный, Кон. Так, Адельдер Жирену жақсы. Үшінші топ. Қанеке повторяем. Хором. Үскірік, лютый мороз, Крау и иней, долдану, взбеситься, кәрі құда, старый свет, любопытство, денелі, здоровый, Асербас кокетливый, Зиндер внимательный, Кон смирись, справедливость, Жирену испытывать чувства. Тамаша. Балалар, жаңа сөздер бізде бүкіл көп. Үйге яғни дәптерлерімізде жазып алдық, үйде оқып, жаттап аламыз, есімізде сақтаймыз. Бұл сөздер қалай жазылады екен. Зрительно вы должны запомнить, как пишутся новые слова. Жақсы. Енді балалар, сіздерге қазір мәтінмен жұмыс. Сіздерге қыс өлеңі. Яғни оқулықтың 96 біз үшінші тапсырма. Үшінші тапсырма ашты. Оқулықтың үшінші, яғни 93-ші тапсырмасы. Қыс өлеңі. 96-шы бет. Жақсы. Енді балалар сіздерге мынандай тапсырма. Бұл жерде өлеңді оқимыз. Яғни бүгінгі сабақта біз орта көлемді шығармаларды түсінеміз ғой. Тақырыбы мен негізгі ойды анықтаймыз. Сол себептен де жазба жұмыстарында теңеу эпитет сөздерін қолданып жазамыз. Бізге тапсырма, оқылым, өлеңді оқу керек. Қыс өлеңі. Оқушылар өлеңді іште мәнерлеп оқимыз. Бірінші, екінші, үшінші топ. Топ ішінде мәнерлеп оқып, топ ішінен автордың эмоциясын бере алатын бір оқушы сынып алдына шығып мәнерлеп оқиды. То есть сейчас нужно выразительно прочитать. Первая подгруппа про себя, вторая подгруппа и екінші бізде үшінші тобымыз оқимыз іште. Содан кейін выразительно мәнерлеп бір оқушымыз мына жерге шығып оқимыз. Түсінікті ғой? Так. Екінші топ. Значит, қазір мәнерлеп оқыған қыс өлеңі, мына жерде сіздердің араларыңызда бір оқушы шығып мәнерлеп оқиды. Үшінші топ. Өлеңді сейчас про себя, значит, каждый читает. Содан кейін мына жерде бір оқушы шығып мәнерлеп эмоциямен оқимыз. Түсінікті ғой? Все. Ал Қанеке. Эмоциямен балалар, яғни ерлік түрде оқимыз. Мына жерде ақ киімді, денелі, ақсақалды, соқыр мылқау танымас, тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суы, басқан жерді сықырлас келіп қалды. С таким выражением шығып оқимыз. Бірінші топ.
20 вот. Кто будет читать выразительное стихотворение? Екінші топ кәнеки. Бір шешімге келіңіздер өздеріңіз. Үшінші топ. Ал болды жұмысымызды жалғастырамыз. Қазір шығады маған Владимир Шаубай. Акимді денелі ақсақалы, соқыр Москауданымыз тірі жанды, үсті баса ақырау түсі соқ, басқан жері сықырылып, керек жалы қалды. Дем аласы үскерік, аяз бен қар, ұры құдай қыз келіп, елек салды. Ұшқандай берген кеген ақша райып, аязбенен қызарып, ажарланды. Отырауы, тамаша, жарай, жақсы балалар, жақсы. Бұл тақырыбымыз жаңа тақырып, немесе дамыда көбірек оқуымыз керек, е? Екінші топ сіздерден кім шығады? Индира Шаубай. Индира. Соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау тұсы суық. Басқан жері сықырлап келіп қалды, дем алысы үскіріп, аяз бен қар, қары құдан көз келіп аяқ салды. Ұшпадай сойқыр киген ақшырайды, аязбенен қызырап ажарланды. Бұлтай қысы жауып екі көзін, басы сілетінде қар жауып мазынды алды. Бұрындай бұл сар етіп қолданғанды. Алды қана ақ орда ой шайқалды. Ауыз көріп жүгірген жас балалар беті қылып домбығып осып шалды. Отыра ғой, жақсы отыра ғой. Енді кәлеке үшінші топтан кім оқиды? Ваня Шаубай. Шаубай Ваня. Соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау тұсы суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскіріп, аяз бен қары құдан көз келіп аяқ салды. Ұшпадай бұл киген оқшырайды, аязбенен қызарып ажарланды. Бұлтай қысы жауып екі көзін, басы сіліксе қар жауып маңызды алды. Оразай жұртша еді, жолдастарға алты қана ақ ордасы шайылды. Әуез қорып жүгірген жас балалар, беті қолы домбырылып осып шалды. Жақсы. Отыра ғой, Ваня отыра ғой. Енді балалар, қанеке, бірінші топқа, екінші топ баға береміз. Владимир бізде мәтінді қалай оқыды? Жақсы ма, әлде жаман ба? Қалай оқыды? Как читал стихотворение? Эмоциясы қалай? Жақсы, жарай. Ал бірінші топ, екінші топ қалай оқыды? Қолмен көрсетеміз. Жақсы оқыды. Ал үшінші топ, бірінші топ пен екінші топ мәтінді қалай оқыды? Қолымызбен көрсетеміз. Қалай оқы, жақсы ма?
bolalar. Birinchi top. O'lim yo'ldan keyin meni bitet tabinglar dedi. O'lim yo'ldan keyin meni bitetni tabamiz. Keyin meni bitetni tabamiz o'lim yo'ldan. Qarang. O'lim yo'ldan keyin meni bitetni tabamiz. Tak. Endi ikkinchi top. O'limga bergan keyin meni bitetni so'ylab qo'yamiz. Сөйлеп құраймыз. Данными словами было объявить, сөйлеп составляем приложение. Үшінші топ сөздерді мағынасына сәйкестендіріп сөйлеп құрамда келу мен эпитетті табыңыздар дейді. Яғни сіздерге мынандай тапсырма. Сіздер өлең жолдарына өздеріңізге яғни ең сөздерді табасыздар болады. Надо сөздерден мысалы. Нужно соотнести, да? По смыслу, пожалуйста. Каждый жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бірінші топ. Дәптерді ашып, мына тапсырманы орындаймыз. Тетрадях, иә. Орындаймыз. Мына тапсырма. Иә. Мына тапсырманы орындаймыз. Так, екінші топ вам сіздерге түсінікті ме? Үшінші топ. Иә. Ал бірінші топ сіздерде қазір Владимир шыға бермейді, келесі басқа оқушы шығады. Работаем. Кроме Владимира, пожалуйста. Бірінші топ дайынбыз ба? Иә. Кім оқиды? Оқи ғой, Тимофей. Қандай эпитетті таптық? Қырау. Алты қанат орда, иә? Соқыр. Мылқау. Жәнді, е? Тамды. Жақсы. Енді қазір маған шығып тақтарын жаза қой. Тақтарын шығып жаза қойшы кәдеге. Доске, пожалуйста, жаза қойшы. Өлең жолдарын жаза қой. Өлең жолдары жаза қой. Яғни жаз эпитет, Эпитетті теріп жазған екен, өлең жолдарынан. Қазір бізге Тимофей жазады. Қандай эпитетті? Ал бірінші топ, сіздер өздеріңіз тексеріп отырасыздар. Тимофей дұрыс жазды ма? Топ бойынша сіздердің теріп жазған сөздеріңіз осы, е? Жақсы. Екінші топ дайындаламыз. Үшінші топ дайындаламыз. Сіздер өлең жолдарынан, яғни сөз тіркестерін не істейміз? Сәйкестендіру керек, е?
жақсы. Қане, не жазық бізге? Эпитет дейді. Ақ, мына қандай сөзіміз бізде? Ақ, қырау ма? Қырау, е? Алты, қанат, ақ орта, соқыр, мол, қау, жанды дейді. Жақсы, отырамыз. Балалар, сіздерде де солай ма? Ал теңеу сөздер қандай, балалар? Теңеу сөздеріміз қандай? Теңеу сравнение дедік. Сіздер теңеу сөздерін жазған жоқсыздар ғой. Сравнение теңеу қандай? Теңеу сөздерді орындаймыз. Қазір орындаймыз дәптерлерімізде теңеу сөздерді орындаймыз. Теңеу сөздерді орындап жазыңыздар. Ал екінші топ қандай сөйлем сіздерде? Тынышталыңдар. Қандай тапсырма болды бізде? Тапсырма қандай? Өлеңмен берген теңеу мен эпитеттен сөйлем құрамыздар дейді. Теңеу мен эпитет. Ұшпадай, бұлттай. Бар ма сөйлем? Предложение ваше, пожалуйста. Оқи ғой. Тұр орнымыздан. Тұрып оқимыз аяғын. Иә? Жау әскері бұлттай төнді дейді. Жау әскері бұлттай төнді. Жақсы отыра ғой. Келесі екінші сөйлеміз. Борандай. Саша оқи ғой. Борандай. Борандай не дейді? Жұлдыздың мінезі борандай ашуланшақ дейді. Жарай, жақсы, жауабымызды қабылдаймыз. Келесі долданғанда. Соқыр мылқау. Долданғанда соқыр мылқау. Қандай? Лейла оқи ғой. Соқыр мылқау қандай сөйлем? Қандай сөйлем соқыр мылқау? Аяна? Я соқыр мылқау танымас тірі жанды дейді. Жақсы. Енді үшінші топқа көшейік. Үшінші топ бізде қандай тапсырма болды? Иә? Сәйкестендірдік па? Қанекей? Кім оқиды? Мұстафа оқы. Әлек салды, дұрыс, сосын. Иә. Үсті басы ақ қырау дейді, дұрыс, сосын. Екі көзі, сосын. Иә, сосын. Шалды, дұрыс, жақсы, сосын. Теріс. Дұрыс, жақсы. Келесі. Ақ. Қырау, е? Ақ қырау. Ал бүркін. Бүркінге не жазуға болады? Бүркін киген, е? Киген. Қан шалды. Жақсы балалар. Яғни бұл жұмыстарымды жақсы деп бағалаймыз. Келесі. Сіздерге келесі күтіп тұрған мынандай тапсырма балалар. Өлең жолдарынан мынандай тапсырма бермекшімін балалар. Сіздер қазір қыс дедік, иә? Абайдың қысты қалай суреттеген диаграмманы толтырамыз. Міне, яғни бірінші топ диаграмманы толтырамыз. Абай қысты қалай
қолданамыз. Яғни өлең жолдарынан қысты сравнивание болады. Сравнение жаңағы келген сөздермен толтырамыз. Ал бірінші тобымызда бізде жұмыс қалып қойған болатын теңеу сөздер. Теңеу сөздер қандай, Владимир? Теңеу сөздер қандай? Бірінші тапсырмада. Қандай? Ұшпадай. Бұлттай. Бұлттай. Жақсы. Теңеген екен. Тарихи диаграмманы толтыра қойыңыздар. Диаграмманы толтырамыз. Сіздердің жұмыстарыңыз дайын ба? Қыз туралы қандай диаграмма құрдық? Диаграммаға не жаздық? Қыз туралы, қысқы мезгіл туралы қандай сөздерді жаздық? Енді вот диаграммалар сейчас мына жерге апарып көрсетесіздер. Поэтому жаңағы берген қағазға жазыңыздар. Жазыңыздар. Мына жерде сирополен арасынан, яғни теріп жазамыз. Қандай бізде сөздер бар, қысқа теңелген. Қандай сөздер бар? Жазыңыздар. Дополняем, пишем, составляем диаграмму. Кімнің жұмысы дайын? Кімнің жұмысы дайын? Қыз туралы құрдық па? Қане кім шығып оқиды мына жерге? Әлде орнымыздан оқимыз ба? Орнымыздан оқимыз, иә? Қане арона тұрып оқи қой. Міне қыз туралы диаграмма құрдық. Қызды бейнеленген. Оқи ғой, қатты оқы. Ақ киімді, сосын. Аяз бейнен қар. Келесі. Аяз бен қар. Сосын. Жақсы, тамаша. Яғни бізде мінекей қыз туралы жазған екен. Ұшпадай көрікті киген ақ киімді, үсті басы аққырау, борандай бұрқ сұрақ етіп, аяз бен қыдырып дейді. Қыз жарайды. Бізде оны аязда, қыз туралы диаграммада, өлеңде бейнеленген барлығын жазды орынша. Ал енді қазір бізде оқиды, келесі бізде оқиды кім? Кім оқиды бізде? Келесі топ оқимыз кәнекей. Не туралы жаздық? Ал Ваня оқи ғой. Қыз туралы не бар? Диаграмма қандай? Ақ киімді, Үскір. Жақсы, жақсы балалар. Тамаша. Ал енді үшінші топ. Қыз туралы қандай диаграммаға сөздер жаздыңдар? Қандай? Сіздерге мынаны тапсырма. Балалар. Яғни мәтіннің соңында Абай атамыздың көз қарасымен қыз суретін салыңдар. Суреттегі ерекшелікті атаңдар. Сіздерге рисунок, значит, зима, и сіздер ерекшеліктерін атайсыздар. Зима, қыздар. Я. Да, на рисунке зиму. Затем, что хотел Абай передать? Какую картину он хотел передать? Соны шаламыз. Жарай ма? Я. Сосын сол сөздерді жазамыз. Слова пишем. Жазыңдар. Рисунок, сурет, қыз. Балалар, арамызда сергі төс әнін жүргізіп алайықшы. Кішкене бір сергі қалайық, орнымыздан тұрыңдар. 5 минутка жүргізіп тастайық балалар. Балалар бері қараңдар. Күннің шыққаны жақсы ма? Күннің шыққаны жақсы ма? Жақсы. Желдің соққаны
Құшақтарын жаямыз. Туған өлкеде жүрген жақсы ма? Жақсы. Үйіміз бар жерде жақсы ма? Үйіміз бар жерде жақсы ма? Жақсы, тамаша, жақсы. Биді айналған жақсы ма? Биді айналған жақсы ма? Жақсы. Қазақстандық болған жақсы ма? Жақсы. Жақсы. Балалар. Ал енді балалар қазір қыстың суретін тез алып маған. Мына жерде қандай сөздерді жаздық, қысқа байланысты. Шығып оқи қоямыз. Кәнекей, тамаша. Тамаша. Содан кейін не салдыңыздар сіздер суретке? Айтамыз. Кәнекей, қай топ болдық? Сөздерді жаздық па? Ешім слова, которые относятся қысқа баласы. Қандай балалар? Яны Абай Құнанбаевтың өлеңінен аламыз ба? Әлде өз сөздеріңізбен айтамыз ба? Қыстың қандай ерекшеліктері бар бізге? Қыс мезгілін кім жақсы көреді? Қандай сурет болдық па? Кім оқиды? Кім оқиды? Слова вы написали? Қандай сөздер жаздыңдар? Қандай сөздер? Шырында демайтын оқи ғой? Сөздері қандай? Сурет қандай? Сурет яғни, қанекей Владимир тұра ғой, айта ғой енді. Мынау қыстың суреті, иә? Қыстың суреті не бейнеленген десек? Қар, қыс, мезгілі, иә? Үй дейді, иә? Отыратын үй. Саған қыс мезгілі ұнайды ма? Иә. Иә? Қыс мезгілі ұнайды. Отыра ғой. Тамаша, жарайсың. Ал енді екінші топ дайынбыз ба? Ал яд болса, көрсетті ойында суреттен қайда? Қане, көрсет, Настя, көрсет. Ал міне Настяның салған екінші топшын салған суреті, е?
Mine екінші топтың салған суреті. Тамаша. Енді қандай сөздер бар? Қыс мезгілінде. Словак. Қандай сөздер? Қыс мезгілі. Ақ қар дейді Саша. Жақсы. Сосын. Тағы. Тағы да. Қандай сөздер бар? Бұлттай қасы жауып дейді. Смело говорите. Бұлттай қасы жауып. Яғни міне бұлттай қасы жауып, иә? Содан кейін даладан не өсіп тұрған бала? Ағаш, иә? Ағаштың жапырағы жоқ. Яғни қыс мезгілі екені бізге белгілі, иә? Сосын қандай сөздер тағы да? Индира, қандай сөздер болады қосып? Тағы қандай сөздер? Аяна? Қандай сөздер қосуға болады? Қандай сөздерді қосуға болады, Аяна? Қандай сөздерді қосуға болады? Борандай дейді, иә? Бұрқ-сұрқ етіп дейді, отырағы жарайды жақсы. Ал үшінші топ біз. Үшінші топ бізде қандай сурет? Қыс мезгілі. Қыс мезгілі, иә? Міне қыс мезгілі дейді, қыс мезгілі. Ал кімде қандай сурет бар? Қандай сөз бар? Ваня? Әлек салды. Ақ киімді енелі дейді. Кәрі құдан әлек салды дейді. Кәрі құдан әлек салды деп тұрғанымыз, яғни не? Қыстыны қандай болады болады? Жел тұрады. Желден кейін не болады? Боран болады, иә? Боран болады. Аязды күнді салыпты. Жақсы, жақсы. Енді балалар сіздерге бірінші топ суреттеріңізді қабылдаймын. Яғни жауаптарыңыз жақсы. Екінші топ жауаптарыңыз жақсы. Ал үшінші топтың жауабы қанағаттандырарлықтай, иә? Яғни жарайды балалар. Ендеше қазір күнделікті ашамыз. Күнделікті ашып бүгінгі күн тапсырмасын жазамыз. Яғни жазыңдар. Қыс мезгілі жаттау. Қыс мезгілі, яғни стихотворение қыс жаттау. Қыс. Абайдың қыс өлеңі жаттаймыз. Абайдың қыс өлеңі жаттау. Жаттап келеміз. Абайдың қыс өлеңі жаттап келеміз. Ал балалар, қазір сіздердің алдарыңызда әрқайсымыздың мынандай стикер жатыр. Осы стикерға өздеріңіздің бүгінгі сабақта алған әсерлеріңізді жазып, мына дауыс басуларынан сабақ ертеде өте түсінікті болды десеңіздер, мына жерге сенімді мына ұғындым десеңіз, мына жерге қайталау керек болса, мына жерге дауыстамыз.